Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз 49-шы тақырыпқа да келіп жеттік. Бұл жерде бірлік клеткаларды пайдаланып, фигураның ауданын табу деп аталады. Немесе былайша айтқанда пик формуласы. Пик формуласы деген не? Бізге андай бір қисық фигураны береді, және де тор көз салып қояды. И мынандай көше сөз болу керек. Bir шашының ауданы бірге тең деді. Пик формуласы ол ауданды есептейді. То есть осы қисық фигураның ауданын есептейміз. Ол ішкі нүктелер қосылған шекарадағы нүктелерді екіге бөліп бірге азайтамын. Деген не? Ішкі нүктелер қараңыздар мінекей. Ішіндегі қиылысқан клеткаларды есептеймін. Үшеу, мұнда қиылысқан төртеу болды. Именно екі клеткалар қиылысу керек. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. Ішкілерім 12 екен. Түсінесіздер ма? Енді шекарада қанша бар? Шекарадағыларды давайте мен бір басқа жасыл түспен есептейін. Мысалы, мұнда именно перекрестеді, то есть тор көздердің қиылысуында болу керек. Мына жер жатпайды ол. Өйткені ол тор көздердің қиылысуында болған жоқ жер. Біреу болды. Мына жерде екеу болады. Мына жерде үшеу болады. Мына жерде төртеу болады. И мына жерде бесеу болады. Потом все, басқа именно шекараларда қиылыспаған. 5/2 алу 1 деймін. Сонда 12-ге қосамын. 5-ті 2-ге бөлсем 2,5 ғой. 12-ге 2,5 қоссам 14,5, 1-ді азайтамын 13,5. То есть ауданым 13,5 дегенді береді. Мына жерде бізде клеткалар берілмей қалған, оны өзіміз салып аламыз. Просто мында қап-қара болып түсіп кеткенде бір жаман ше. Осылай өзіміз түсіреміз, енді не істейміз басқа. Вот былай. Енді былай болу керек. Былай болу керек. Вот, аудан дегеніміз ішкілер қосылған шекара бөлінген 2 минус 1 дейміз. Ішкілерін есептейік давайте. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ішкілерім 17 екен. Енді шекарада қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Шекарада 16 нүкте бар екен. 16-ны 2-ге бөлсем 8, 1-ді азайтам 7, 17-ге 7 қосам 24. Келесі. Аудан тең ішкі қосылған шекара бөлу 2 минус 1, пик формуласы осы. Ішкілерді есептейік давайте. Неке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одан кейін 8, все. Енді шекарада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, все, 10. Бөлі 2 минус 1. 10-ды 2-ге бөлсем 5, 5-тен 1 жазсам 4, 8-де 4 қоссам 12. Так, енді дөңгелектің боялған бөлігінің ауданын табу керек. Окей, боялған бөліктің ауданын табу үшін давайте біз бірінші бәрінде 25 пи, значит, ол ауданы 25 пи болып тұр ғой, радиусымыз 5 болып тұр ғой, значит, центр мында жатуы мүмкін. Bir шашының ауданы, так, содан қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5. Значит, мына біреу боялғанның ауданын табу үшін общий болып тұрған дөңгелектен ішіндегісін алып тастау керек, мына минус ету керек ішіндегісін. Түсініп тұрмыз ба? Сонда мендегі радиусым 5-ке тең екен. Сонда дөңгелектің ауданы ол πr квадрат. Немесе 5-тің квадраты 25 пи болады. Содан қазір азайтам ішін. Енді ішінің ауданын пикпен табылайық. Енді қараңыздар, бірінші ішкі қосылған шекара бөлу 2 минус 1. Енді ішкі десе іштері қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ішкілер 38 екен. Енді шекарада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Шекарада 16 бөлі 2 минус 1 деймін. 16-ны 2-ке бөлетін болсам 8, 8-ден 1 азайтсам 7, 38 7-ден қоссам 45. Сонда мен 25 пидан алып тастау керекпін 45-ті. Ол мендегі В жауабы деген сөз. Осымен бізде бірлік клеткаларды қолданып аудан табуға арналған есептер аяқталды. Былайша айтқанда пик формасы. Кеттік келесі сұраққа.